Абдрахманова Сымбат Мұртазақызы. 1988 жылы 10 желтоқсанда осы Қызылорда қаласында дүниеге келдім. Бірінші мамандығым бұл аудармашы, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде оқыдым. Одан кейін сол университет бітіргеннен кейін магистратурада оқыдым. Ілеспе аудармашы мамандығын бітірдім. Қазір педагог-психолог мамандығын қосымша алғанмын. Так как тот проект, который внедряется в Казахстане, он является, скажем так, ноу-хау в мире. Сейчас, в настоящее время, кроме Казахстана, в таком широком объеме его никто еще не внедрял. Он внедрял только в рамках научно-исследовательской программы. Такой проект сейчас Австралия внедряет, Соединенные Штаты Америки внедряют. Но вот Казахстан был первый, именно Кызылординская область, которая внедрила в огромном масштабе. И когда она приехала на эту конференцию, на этот симпозиум, где собрались лучшие эксперты мира, потому что европейский симпозиум обычно собирает весь мир, и когда она представляла свою программу, и люди были шокированы объемом, потому что они знают этот проект, они знают, что он очень тяжелый. У всех был шок, конечно. Как вы смогли? Қызылорда облысында 2015 жылы республикада алғаш рет кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтер превенциясы жобасы іске асты. Бағдарламаның негізгі 3 компоненттен тұрады. Бұл бағдарлама бұл балалардың арасында тәуекел топты анықтау дейміз, диагностика, одан кейін балалардың сауаттылық, психикалық сауаттылықтарын арттыру, ақпараттар беру көптеген. Одан кейін вахтерлармен жұмыс, яғни бүкіл мектептің педагогтармен, бүкіл персоналдармен жұмыс, яғни осы арнайы бағдарлама бойынша оқытылады. Осы біздің облысымызда алғаш рет өткеннен кейін сәтті жоба болып өтті, жақсы нәтижелерге қол жеткізілді. Сол себепті де 2016 жылы бізді оқытқан осы арнайы бағдарлама бойынша маман Италия мемлекеті Малезия университетінің профессоры Марко Саркопеня симпозиумға 16-шы Европалық симпозиум суицид және суицидалды әрекет тақырыбындағы симпозиумға арнайы шақырту беріп, сол симпозиумда мен Қазақстандағы кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын алу, Қызылорда облысының тәжірибесі тақырыбында баяндама жасадым. Бұған Біріккен ұлттар ұйымы өзінің қаржылай көмегін берді маған. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Қалай көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Психологтардың жұмысы өте көп. Балалардан түрлі тесттер алады. Мысалы, бір тесттің өзінде кем дегенде 20 сұрақтан тұрады. Оны бір сыныпта 30 бала болса, әрқайсынан қағазбен алып біткеннен кейін оны тексеріп бітем дегенше көп уақыт осы диагностика өтіп кетейін деп тұрды. Ал осы диагностикадан анықталған балалардан, мысалы, проблемасы бар балалардан жұмыс жасауға уақыт қалмайын деп тұрды. Осындай проблемамен кезіккеннен кейін, осындай қажеттіліктен енді автомат түрде компьютермен тапсырса екен тестті, бірден жауаптары автомат түрде шықса екен деген ой келді. Сөйтіп, осы тесттерді компьютерге салып, арнайы бағдарлама жасадым. Қазіргі кезде психологтар тестті қағазбен емес, компьютерді балаларға тапсыртады. Әрине өздері қадағалап отырады. Содан кейін көп уақыт психокоррекцияға, яғни ары қарай балалармен жұмыс істеуге көбірек уақыт қалып отыр. Әріптестер, бүгін сіздерге 2 осындай әдістемені көрсеттім. Әдістемеден өздеріңізге алғандарыңыз бар деп ойлаймын. Осы әдістемелерді өздеріңіздің тәжірибеңізде қолданады деп ойлаймын. Сымбат әрине бізге керемет дүниені қолымызға жеткізді. Ол компьютер арқылы тест алды. Бұл тест алу арқылы бізге балаларды көп қағазды үнемдейміз. Бұл жерде Бек, Айзен, Зум 3 программаны бізге енгізіп берді. Оны кешенді тест деп аталады бізде. Осы кешенді тестті біз жаңағы октябрь айында және апрель айында аламыз. Жаңағы тиімдісі баланы көп уақытысын алмайды. Бала келетті, бірден компьютер арқылы жұмыс жасап, сол жерден жаңағы несі керек жауабы шығып тұрады. Бізге тиімдісі сол да. Мен қазір уже бітіріп аяқтауым керек, жасап қойдым. Дауысын жазып тастайық тезірге. Сәлем, анашым. Мен бүгін керемет бір төс көрдім. Жақсы болыпты. Жақсылыққа жорайық. Поштасы келген ау, мен барып көріп келейін.
Үлкенімді босанған кезімде осы балалар мультфильм көрген жақсы көретін. Соған қарап отырып, осындай дамытушы мультфильм жасауға болады екен ғой деген ой келді. Сөйтіп ғаламтордан іздене бастадым. Қандай программалар бар, қалай жасауға болады екен. Сөйтіп өзім үйрене бастадым үй жағдайында. Сонымен қатар мен осы жұмыс барысында логопедтермен бірге жұмыс істеймін. Соларға бір әдістемелік құрал ретінде болсын, осы мүмкіндігі шектеулі балаларға деп осы мультфильмдерді жасадым. Осы мультиктерді жасап бастаған кезден бастап бірге осылай айтты Жанар, сенің жаңағы дикторлық нең шамалы келеді. Әрине, ол жалпы қоғамға көмегі тиетін жоба болса, оған неге көмектеспеске. Сонымен келісіп, осы мультфильмдер жасап бастағаннан бастап бірге жұмыс жасап, өте көп көмегі бар деп ойлаймын. Қазіргі таңда бүкіл осы облыс бойынша жаңағы білім беру ұйымдарында, әсіресе мектепке дейінгі жаңағы арнайы қажеттіліктері бар балаларға өте көп көмегін тигізеді деп ойлаймын. Жаңағы тіл мүкістігі бар балаларға, оның үстіне ол жалғыз тіл емес, тәрбиелік те мәндері көп ол мультфильмдердің. Балалар, саламатсыңдар ма? Қалай жағдайларың жақсы ма? Бәріміз ортаға шығайық, е? Келіңдер, ортаға шығамыз бәріміз. Қолымыздан ұстаймыз. Келіңдер. Қол бұлғап, ән салып, ойын ойнайық. Соқшы кәне алақанды, билеші балапандай, біз тыңдай. Қол бұлғап, рахметін айтайық. Мультфильмін бізге алдында берген, балалар жақсы қабылдайды. Мультфильм жаңа балаларды көргеніңізде біз осы мультфильммен жұмыс жасап жатырмыз, жасаймыз да. С әрпі ең керек әріп біздерге. Мысалы, біз мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасағасын, бізге С, Р, Ш жазып қиынырақ келеді. Сол үшінге біз ол мультфильмді балалар күнделікті сабақтарда, нелерде қолданамыз. Балаларға осы мультфильм арқылы жеткізген оңайырақ бізге ше, Былайынша айтсаң түсінбейді ол балалар, мультфильм арқылы жеткізсе қабылдауы өте жақсы. Сол үшінге осындай мультфильмдер көбейсе. Мультфильмдерге балалардың реакциясы өте жақсы, өте қызығып көреді. Барлық берілген тапсырмаларды орындауға ұмтылып тұрады, қуана-қуана орындайды. Енді біздің жұмысымыз осы болғандықтан барлық жаңағы білім беру мекемелеріне, осындай арнайы білім беру ұйымдарына барып, шебер сыныптар, семинарлар ұйымдастырып тұрамыз. Сол барысында да бұған дейін де осы мультфильмдерді көрсетіп, барлық жаңағы мамандарға беріп таратқанбыз. Олар мамандар әрі қарай ата-аналарға беріп, үй жағдайында да балалармен өздері айналысып жатыр. Бастаймыз, я? Қан бәріміз сүф деп үрлейміз. Сүф деп үрлеңдер. Жарайсыңдар. Ретчеше. Сымбатқа екі қабат кезімде мен тілек тілегем. Осы балам ішімдегі қыз болса екен, мен жетпеген биіктерге жетсе екен, менің арманымды орындаса екен деп тілек тіледім. Сол тілегім орындалды деп, әлде де мен қызымды алдап биіктерден көрем бе деген үмітім бар. Мен сол үшін өмір сұраймын. Қызымның жетістіктерін Алла көрсетсін деп қуаныштымын. Жақсы күйеуі бар, балалары бар, ата-енесі бар. Жалпы енді өзінің еліне, халқына үлесін қосу бұл әр патриоттың міндеті деп ойлаймын. Сондықтан алдағы уақытта осы елімнің өркендеуі үшін, дамуы үшін өзімнің үлесімді қосамын. Осындай тың жобаларды жалғасын жасап, сіздерді қуантамын деп ойлаймын. Халқыма өзімнің үлесімді қосамын, жұмыстарымды көбейтемін деп ойлаймын. Сапалы дүниелермен.